Социалдық тармақларда соңғы күндері республикамыздың бірқатар аймақтарында зиянлы шегірткелердің көбейіп батырғанлығы хақында мағлұматлар тарқалды. Бұл хабарлар қаншелі дәрежеде хақиқат? Сұрауға жауап алу үшін Қанеге менен байланыстық. Қарақалпақстан Республикасы аймағында әр жылы 80-90 мың гектар майданда шегірткелерге қарсы күресу жұмыстары алып барылады. Өткен жылы Төрткүл, Беруни, Елқала, Мойнақ, Қоңырат, Шоманай, Бозатау, Кегейлі, Шымбай, Қараөзек, Тақтакөпір районларында жамы 88.859 гектар майданда шегірткелер тарқалған һәм оларға қарсы химиялық жұмыстар өткеріліп, ауыл қожалығы һәм мәдени егілерге жеткерілетұғын зиянның алды алынды. Биылғы жылыда шегірткелердің қанша майданда тарқалу ошақлары күзгі бақылау жұмыстары дауамында анықланған. Осы аймақтарға Қарақалпақстан Республикасы шегіртке һәм тұт зиянкесіне қарсы күресу қызметі тарапынан зиянлы шегірткелерге қарсы ілажлар көрілмекте. Осы жылдың май айының 14 сәнесінен бастап карханамыз тарапынан, қызметіміз тарапынан химиялық дәрілеу жұмыстарын бастадық һәм осы күнге шекем 32.254 мың гектарды дәрілеу жұмысын алып бардық. Қазіргі уақытта Қарақалпақстан Республикасында біздерде 150-ден астам шегіртке түрлері тарқалған. Ондан біздер 3 түріне қарсы күресеміз, зиялы шегірткелерге. Атап өтетін болсақ, үлкен бүкір сексеуіл шегірткесі, һәм де Асия шегірткесі, һәм Италия шегірткесі. 2024 жыл өткен жылдан бастап махалли шегірткелеріне қарсы күресу жұмыстарын қосымша алып барып жатырмыз. Енді қазіргі уақытта социал тармақларда хабарыңыз бар, шегіртке тарқалуы, ұшып келіп қонуы күзетілмекте. Атап өтетін болсам, ол шегірткенің атамасы қазіргі айтқандай сексеуіл бүкір шегірткесі. Бұл ешқандай ауыл қожалық өнімдеріне ешқандай зиян етпейді. Ол тек тикарынан сексеуілмен анықталады. Қазіргі уақытта енді бұқараларымыз, біздер енді өздеріміз, қанегелеріміз білеміз. Бірақ енді бұқаралар айтарым, ол ешқандай қауіпті жері жоқ. Себебі біз енді қызметкерлерімізде һәм техника жаңаланған, һәммесі өз уақытында сапластырылып жатыр. Атап өту керек, зиянлы шегірткелерге қарсы күрес ілажларын күшейту һәм нәтижелігін арттыру мақсатында республикамызда оператив штаб шөлкемлестірілген. Бүгінгі күнде шегіртке тарқалуымен байланысты жағдайларды сапластыру мақсатында осы штаб һәм оның районларға біріктірілген отрядтар тарапынан жұмыстар әмелге асырылмақта. Осы отряд басшылықтарының телефон номеріне келіп түскен müracaatlar қысқа мүддетте қанегелер тарапынан сапластырылады. Естетіп өтеміз, шегірткеге қарсы күресуде пайдаланылатын химиялық дәрілер һәм қызметлер бейпұл.